Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, ең бастысы бір жасағаннан шығатын осындай өте керемет қаймақты пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты қаймақты пирог немесе сметанник деп те айтады, чизкейк деп те айтады. Дәмі ерекше, балмұздақтың дәмі сияқты болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мұнда мен керек заттардың барлығын көрсеттім, барлығын описаниеге жазып өтетін боламын. Ең алдымен алдын ала еленіп болған ұнымызға 3 қасық қант саламыз. Рыхлитель саламыз, қамыр қопсытқыш. Ары қарай қатып тұрған сары майымызды салып, барлығын ең алдымен құрғақ заттарды қолымызбен араластырып аламыз. Ары қарай майды осылай ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Мұны барлығын үккіштен өткізіп алдым. Енді үккіштен өткен сары майымызды барлығын біріктіріп, дәл видеодағыдай осылай бір-біріне үйкелей отырып, бір-біріне біріктіретін боламыз. Енді осы массамызға бір тал жұмыртқамызды салып, қамырдың басын бәрін біріктіріп, қамыр тәрізді қып бір күлше жасап алатын боламыз. Мұны дәл осылай бірігеді бізде. Енді осы күлшені, осы қамырымызды осындай формаға орналастыратын боламыз. Менде 24 диаметрлі форма. Негізі 24 диаметрлі форма алыңыздар, себебі бұл рецепт сол 24 сантиметрге арналған. Егер 24 сантиметр болмай жатса, 26 немесе 22-ге де жасап көрсеңіздер болады. Мұны ең алдымен астына қарай қамырымызды жайып, ары қарай жан-жағына осындай бортиктер жасайтын боламыз. Енді қамырымыздың барлығы біркелкі болу үшін шанышқының көмегімен барлығын бірдей тегістеп шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Мұны менде барлығы біркелкі болып тегістелді. Енді ішіне құятын салманы жасаймыз. Ол үшін шұңғыр ыдысымызға 3 жұмыртқа және де қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Көп араластырудың керегі жоқ, қант ерігенше ғана. Енді осы массаның үстіне менде 20% қаймақ, сіздерде 20% қаймақ алыңыздар. Қаймағымызды салып, тағы да массамыз барлығын бір-біріне біріккенше араластырып аламыз. Мұны менде салма дайын болды. Енді осы салманы жаңағы қамырдың бетіне құятын боламыз. Мұны барлығын құйып аламыз. Енді біз осы қаймақты пирогымызды алдын ала қысып тұрған 175 градустағы пеште толықтай дайын болғанша пісіріп алатын боламыз. Менде 35-40 минуттай уақыт өтті. Мұны пирогымыздың беті осылай кішкене дірілдеп тұрады, ешқандай да қорықпаңыздар. Ол біздің пирогымыздың дайын болды деген сөзі, яғни пирогымыз дайын деген сөз. Енді осылай шеттерін кішкене ғана ажыратып, жаңағыдай лопатаның көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылай аламыз да, толықтай біз пирогымызды суытып аламыз, сметанигімізді. Толық суғаннан кейін барып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мұны осындай өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы видеоны жасап көріңіздер, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Асима. Назарларыңызға үлкен рахмет.